Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы нағыз өнер. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Құмыра, былғары, қасық, ертоқым, қамшы, томар, темір, қоржын, белдік, сандық, табақ, бесік. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Есте сақтайық. Неден сұрағы қойылған кезде, егер сөздің соңғы дыбысы Б, В, Г, Д, К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Ч, Ш, Ш дыбыстарына аяқталатын болса, тан, тен жалғаулар жалғанады. Мысалы, ағаш, тан, жіп, тен. Егер сөздің соңғы дыбысы А, Е, Ы, Ю, Я, Ж, З, И, қысқа И, Л, Р, У дыбыстарына аяқталған болса, онда дан, ден жалғаулары жалғанады. Мысалы, қағаз, дан, ермек, саз, дан. Егер сөздің соңғы дыбысы М, Н, Ң, С, С дыбыстарына аяқталған болса, онда нан, нен жалғаулар жалғанады. Мысалы, ұн, нан, жем, нен. 81-ші бет, бірінші тапсырма. Заттар неден жасалған? Айтып бер. Үлгі. Белдік былғарыдан жасалған. Құмыра неден жасалған? Қасық неден жасалған? Торсық неден жасалған? Сандық неден жасалған? Қоржын неден жасалған? Ертоқым, томар, табақ, домбыра, қамшы, бесік неден жасалған? Айтып бер. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Заттардың неден жасалғанын анықтайды. 3 балл. Жалғауларды белгілейді. 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды. 1 балл. 82-ші бет, 3-ші тапсырма. Диалогты оқы. Заттар неден жасалады? Нұрәлі: ата, мына тұмарды неден жасадыңыз? Ата: бұл тұмарды былғарыдан жасадым. Нұрәлі: теріден тағы не жасадыңыз? Ата: мінекей, теріден ертоқым, торсық жасадым. Белдік те былғарыдан жасалады. Нұрәлі: ата, өте шебер екенсіз. Маған белдік жасаңызшы. Әже: атаң шебер ғой. Үйде ағаштан жасалған біраз дүниелері бар. Міне қара. Кемел: керемет. Кесе, табақ, қасық, ожау ағаштан жасалыпты. Нұрәлі: ата, ең алғаш ағаштан не істеп едіңіз? Ата: ең бірінші қамшының сабын жасадым. Одан кейін бесік жасадым. Кемел: домбыраны да өзіңіз жасадыңыз ба? Ата: жоқ, ұстазымнан сыйға алдым. Ол 10 саусағынан өнер тамған шебер болған. Бұлақтан су әкелдім, су ішіңдер. Мынау керемет өнер туындысы ғой. Нағыз ағаштан жасалған. Сексен үшінші бет, 4-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші: ата ағаштан қандай заттар жасаған? Екінші сұрақ: ата былғарыдан қандай заттар жасады?
Үшінші сұрақ. Ата ең алғаш не жасады? Ол неден жасалған? Төртінші сұрақ. Атадан бала не сұрады? Дескриптор кестесі. Диалогты оқиды, түсінеді, 1 балл. Диалогты оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Сұрақтарға жауап береді, 2 балл. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.